Ағайынды екі жігіттің әңгімесі. Інісі ағасына айқай шығарады ғой. Сен мына қара шаңырақта кемпір шал сені таңдап отыр. Негізі қараң шаңырақ ұлдың кенжесіне қалу керек, маған қалу керек. Әке-шешем неге сені қолайлап отыр? Мен неге кетуім керек деп айқай шығаратын ұқсайды. Ағасының жағасынан алып, әке-шешесіне ауыр сөздер айтып, мен ешкім емеспін, мен қазір жұмысымда мардымсыз, жағдайымда бір аса керемет емес, ағамда бәрі бар, жағдайы доп, көлік, мәшін бәрі бар, жұмыс, атақ, абырой деген сияқты қарайған әңгіме айтып, ағасына сөз сөйлетпейді ғой. Ағасы шыдай алмай бір-екі шапалақ беріп жібереді. Содан ашуланып қалаға көшіп кетеді, бала шағасын алып. Арадан уақыттар өтеді, жылдар өтеді. Ата-анасымен, бауырларымен араласпай кетеді ғой вообще. Хабар да алмайды, араласпайды, ашуланып, кектеніп. Бір күні отырып ойланады, бұл істеп жүргенім дұрыс емес. Бір ата-анамның ауылына барып, ағамнан кешірім сұрайын, ата-анамнан кешірім сұрайын деп. Ауылға қарай бет алады, ауылға келсе, ағасын айқайлап шақырады, далада тұрып. Ағасы шошып кетеді, баяғы інісінің даусын бірден сезеді. Тағы да баяғы оймен келіп тұрған шығар деп, ағасы шығады. Інісі айтады ғой, аға, мен осындай қателіктерімді кешір. Баяғыдан бері білмеген екенмін, қателік жасаған екенмін. Қайдағы бір мал-мүлік дүние үшін сіздің көңіліңізге тидім, ата-анамның көңіліне тидім. Қазір менде бәрі бар, ақша да бар, атақ та бар, абырой да бар, үй, мүлік бәрі бар, жағдайым керемет деп айтсам да болады. Сізден асып түспесем, кем емеспін деп айтады. Сонда ағасы айтқан ғой, осыншама жылдар, осыншама уақыт болды, қайда жүрдің? Ата-анамызды сарыуайымға салдырып, мені сарыуайымға салдырып. Сонда інісі айтқан, мен ол кезде жас едім, жастықтың буымен түсінбедім. Сен ол кезде жас емессің ғой дейді, сен сол кезде де 30 жаста едің дейді. Сол кезде бәрін түсініп қоя қоюың керек еді. Ата-анамның көңіліне тиіп, ауыр сөздер айтып, мені қоя қойшы дейді ғой. Сонда осыны түсіну үшін осыншама жылдар керек пе деп. Еште болса, кеш болсын, ештен кеш жақсы деп. Соны түсініп келіп тұр ғой, енді ағасынан кешірім сұрап. Енді ағасы қалай болғанда да бауыры ғой. Маған да оңай болған жоқ. Бірдеңе жетіспейді де тұрады, бауырдың орны бөлек деп. Сол кезде бауырын құшақтап, еңкілдеп жылап, бір-бірін кешіріп, ары қарай тату-тәтті өмір сүрген екен, араласып. Сол себепте қай кезде де бауырымыз болсын, ата-анамыз болсын, дер кезінде соның қадірін білейік. Қайдағы бір боқ дүние үшін араласпай қарылысып, бір-бірін көрместей болып кеткен бауырлар қаншама. Өмір деген қамшының сабындай қысқа ғой. 5 күн жалғанда тек сыйласып өтек, бір-бірімізді бағалайық.